Психологиялық тест. Жеке шекараңыз қандай күйде? Жеке тұлғалық шекара адамның ішкі әлемін сыртқы ортадан бөліп тұрған нәрсе. Жеке шекарамыз бізге өзімізді қалай ұстауға болатынын, бізге не ұнап, не ұнамайтынын, не ренжітетінін, және не ашуландыратынын анықтап беретін құрал десек те болады. Бүгін назарларыңызға сіздің жеке шекараңыздың қандай күйде екенін анықтап беретін қарапайым тест ұсынамыз. Сонымен не істеу керек? Мына суретке мұқият қарап, 6 бейненің біреуін таңдаңыз. Ұзақ ойланудың керек жоқ, себебі түп санаңыз өзі-ақ анықтайды сіз үшін. Сонымен тесттің жауаптарын қабыл алыңыз. Егер сіз бірінші суретті таңдасаңыз, онда сізде жеке шекараңыз өте сирек кездесетін идеалды тип десек те болады. Себебі олар өте айқын және нық орнатылған, және жағдайға қарай ылғи да өзгере алады. Сіз қай кезде өз дегеніңізде тұруды және қай кезеңде компромиске келуді білесіз. Бұндай жеке шекарасы бар адамдар өте табысты карьера жасай алады. Жеке қарым-қатынас құруда да мықты. Сондай-ақ достарды да оңай таба алады. Екінші сурет. Сіздің шекараларыңыз біркелкі емес. Кей кездері сіз тым жұмсақ адам болып, тіпті басыңызға шығарып аласыз. Ал кей кездері қатты кетіп, тым қатал адамға айналасыз. Әсіресе өзіңізден мықты деп санайтын адамдардың алдында құрдай жорғалайсыз да, ал әлсіздерге күш көрсетесіз. Бұндай ерекшелігіңіз сізді кейде біреулермен қарым-қатынасты үзуге, ал кейде жұмыстағы кикілжіңге, тіпті кейде жалғыздық қалып келеді. Өзгерісті өзіңізден бастаңыз, басқаларға көп мін таға бермеңіз. Үшінші. Жалпы сізге адамдармен қарым-қатынаста оңтайлы тепе-теңдік ұстану қолыңыздан келеді. Алайда кейбіреулерге қатысты тым ерекше қаталдық байқатасыз. Осылайша сіздің жаныңызға қаяу түсіретін естеліктерден қорғанасыз. Оған қоса өкпе мен ашу сезімдері бар болса, олармен жұмыс істегеніңіз жөн. Кері эмоциялар сіздің санаңызға кері әсерін бермеу үшін. Төртінші сурет. Кейде сіздің жеке шекараларыңыз өзінің икемділігін жоғалтады. Жасы ұлғая келе оның бәрі де қалыпты. Себебі бізде әртүрлі принциптер мен бағыт-бағдарлар пайда болады. Бірақ бұнда ерекшелігіңізден туындайтын мазасыздықтан ұйқыңыз қашып, адамдармен қарым-қатынасыңыз бұзылуы мүмкін. Өзіңізге арасында демалыс беріп тұрыңыз. Өзіңізге ұнайтын, ләззат әкелетін нәрселермен айналысыңыз. Қыдырыңыз, суға шомылыңыз, күнге қыздырыныңыз және шығармашылықпен айналысыңыз. Бесінші сурет. Сіздің жеке шекараңыздың жұмсақтығы сонша, оны бұзу өте оңай. Айналаңыздағылар сіздің көңіліңізге қарай бермейді. Сіздің сезімдеріңізбен санаспайды. Осылайша әртүрлі көңілге келетін сөздер айтып, сізді ренжітеді. Жоқ деп айтуды үйреніңіз, басқаларға қолайлы болуды доғарыңыз және өз дегеніңізде тұра біліңіз. Сізді пайдаланғысы келетін кейбір адамдар кетуі мүмкін, ал сізді бағалайтындар қалады. Алтыншы сурет. Өміріңізде қандай жағдай болғаны белгісіз, алайда ол жағдайлар сізді қатал адамға айналдырған. Сіздің шекараларыңызға икемділік жетіспейді. Сіз тек қатаң тойтарыс беруді білесіз. Алайда іштей басқалардың пікіріне тәуелді, әлсіз бір бөлігіңіз бар. Басқалардың пікірін қабылдай білу бұл әлсіздік емес. Ең болмағанда өзіңізге жаны жақын жандармен жұмсақтау болғаныңыз жөн. Қатаң шекара өте жиі мазасыздық пен қорқыныштардың себебі бола алады. Неге осылардан арылуды бастамасқа? Сонымен достар, тесттің жауаптары көңіліңізден шықса, лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Және біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы.